Соңғы уақытта адамдар асқазан, ішек жолдарының әртүрлі ауруларымен ауырады. Әдетте дәрігерлер мұндай ауруларды тамақтанбау немесе дұрыс тамақтанбау, ұйымдастырылмаған өмір салтымен байланыстырады. Сондай-ақ бұл аурулар көбінесе белгілі бір дәрі-дәрмектерді қабылдаумен және экологиялық нашар ахуалмен органикалық зақым келтіреді. Көбінесе ұйқы безінің зақымдалуы асқазан ішек жолдарының органдарынан болады. Ауру кезінде бездің ісінуі немесе қабыну пайда болады. Ол ұлғаяды және оған некроз ошақтары пайда болады. Олардан инфекция дененің ішкі ортасына енеді. Мұнда уақытылы емдеу өте маңызды рөл атқарады және ұйқы безін емдеуде диета соңғы орын емес. Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы панкреатитке, яғни ұйқы безінің қабынуына ұласады. Ол тез жазылмайды, емі де ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диета да ұсынылады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдансаңыз болғаны. Ұйқы безі ауырғанда оң және сол жақ қабырғаның асты ауырады, іш өтеді, іш кеуіп желденеді, жиі кекіру мазалайды, жүрек айниды. Егер сізді осы белгілер мазаласа, уақыт оздырмай тексеріліңіз. Қажетті ем шараларын жүргізуді кейінге қалдырмаңыз. Ендігі кезекте ұйқы безін үй жағдайында қалай емдеуге болатындығы жайында айтатын боламын. Бірінші, аскөк дәні. Емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мл қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 жұтымнан күні бойы ішесіз. Екінші әдіс, сұлы ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдегенін біріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қайсы түрі болса да ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екендігі дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнау керек. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүргізесіз. Есіңізде болсын, ботқаға майда, тұзда, қантта қосуға болмайды. Лимон және сарымсақпен емделіңіз. Бұл рецептте ұйқы безі ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақ желкен қажет. Панкреатиттен біржолата құтылғыңыз келсе, осы емдік қоспаны әзірленіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап жуып, блендермен ұсақтайсыз. Біркелкі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырыңыз, сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастырыңыз. Қарақұмық. Қарақұмық арқылы аурудан 10 күнде құлантаза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қарақұмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стақан қарақұмық жармасына жарты литр кефир құйыңыз. Қақпағын жауып түнде қалдырыңыз. Таңертең жақсылап дайын болған қарақұмықты таңғы асқа жейсіз. Егер тым көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл мөлшерді 2-ге бөліп, таңертең және кешке жеуге де болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажет болса тағы да қайталап көріңіз. Бұл әдісті үзбей қайталасаңыз, 2-3 күнде оң нәтижесін көресіз. Қабырға астының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар үлкен дәретке де қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әрі теріңіз тегістеліп, бетіңіз тазарады. Дендеріңіз сау, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, онда каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.